Оюдың жасалу құпияларын мен сіздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, ал кеттік. Армысыздар көзі қырағы достар. Бүгін мен сіздерге оюды матаға қалай салу керектігін көрсететін боламын. Бізге керекті үтік, қайшы, лекала, екі түрлі мата, паутинка, флизелин және пергамент қағазы керек болады. Ең алдымен ою түсетін матамызды алып, лекаланы қойып, оюды сызып аламыз. Үстіне паутинка мен сапалы пергаментті қойып, үтіктегенде ол жабысып қалады. Артық жегін кесіп тастаймыз. Оюдың үстін тездетіп, қайшымен қиямыз. Достар, жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма жазыла кетіңіз. Ол маған шабыт сыйлайды. Енді қызыл матовый белюр матамызды алып, 30-да 30 болатын лекаланы қойып, 2 дана қиып аламыз. Қиылған қызыл матамызға флизелин қағазын қойып, қырқып алып, үтікпен жабыстырамыз. Флизелин бізге оюды тігіп жатқан кезде жиырылып қалмау үшін керек болады. Енді флизелин жабыстырылған қызыл матамызға оюымызды қойып, әр бұрышын дұрыстап келтіріп, оюымызды әдемілеп қоямыз. Қойылған оюдың үстіне өз матасын қойып, үтіктеген кезде оюымыз паутинка арқылы екінші матаға жабысып, тігуге ыңғайлы болады. Тігін машинасын дұрыстап алайық. Тігіс аралығын бірге қоямыз да, зигзаг батырмасын бұрап қоямыз. Сөйтіп, тігінімізді бастап тігеміз. Мен оюдың шетінің бірдей болғанын қадағалаймыз. Тігісіміз әдемі және сапалы болуы қажет. Міне достар, бір қиылған оюдан 2 ою шығардық. Менің жасаған ойым сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма жазыла кетіңіздер. Сау болыңыздар.